Саламатсыздар ма? Сіздермен бүгінгі тақырыбымыз ет және ет өнімдеріне арналған ыдыстар мен қаптамалар. Ет және ет өнімдеріне арналған қаптамалардың түрлері мен олардың пайдасына тоқтала кетсек, пластикалық қаптамалар. Полиэтилен, полиуретан, полиэтилен терафлаттар, полипролиттер. Пайдасына тоқталатын болсақ, беріктік және жеңілдік. Пластикалық қаптамалар жеңіл әрі сынғыш емес. Бұл өнімді тасымалдауда жеңілдетеді. Ылғалдан қорғау. Пластикалық материалдар ет өнімдеріне арналған ылғалдан және де ластанудан қорғап, оларды сақтау мерзімін ұзартуға көмектеседі. Қолайлылық. Әртүрлі пішіндер мен өлшемдерде жасалуы мүмкін. Бұл өнімді әртүрлі нарық талаптарына сәйкес етеді. Құны төмен бұл өнімнің бағасына әсер етеді. Картон қаптамалар. Түрлеріне тоқталатын болсақ, картон жәшіктер, картон қалталар, картоннан жасалған қаптамалар. Экологиялық таза картон табиғи материалдан жасалған, қайта өңдеуге қолайлы, ауа өткізгіштігі. Бұл қаптамалар ет өнімдеріне дұрыс желдетуге мүмкіндік береді. Бұл микроорганизмдердің өсуіне жол бермейді. Жеңіл тасымалдау. Картон қапталар салыстырмалы түрде жеңіл әрі тиімді болып келеді. Металл қаптамалар. Консервіленген ет банкілері, алюминий қаптамалар, тот баспайтын болаттан жасалған қаптамалар. Пайдасына тоқталатын болсақ, ұзақ сақтауға мерзім. Металл қаптамалар өнімнің сақталу ұзақтығын мүмкіндік береді. Әсіресе консервіленген ет өнімдері үшін тұтынушылық сенімділік. Металл қаптамалар өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын көрсетеді. Микроорганизмдерден қорғау. Металл қаптамалар ішіндегі өнім сыртқы әсерлерден, әсіресе бактериялар мен қышқылдықтардан әсерін қорғайды. Шыны ыдыстар. Түріне келетін болсақ, шыны банкілер, шыны бөтелкелер. Пайдасы дәмі мен хош иісті сақтау. Шыны қаптамалар өнімнің табиғи дәмі мен хош иісін сақтауға көмектеседі. Экологиялық тазалық. Шыны экология таза, қайта өңдеуге оңай және экологиялық әсер етеді. Қауіпсіздік. Шыны материалдың ішінде ешқандай химикаттар немесе пластификациялар қосылмайды. Бұл өнімнің сапасын сақтауға көмектеседі. Вакуумдық қаптама. Ұзақ сақтау мерзімі. Вакуумдық қаптама ауамен ылғалды жойып, өнімнің сақтау мерзімін бірнеше есе ұзартуға мүмкіндік береді. Тұтынушыға ыңғайлы. Вакуумдық қаптама өнімнің пішінін сақтау тұтынушыға ыңғайлы болып табылады. Қорғау. Вакуумдық қаптамалар микроорганизмдер мен бактериялардан жақсы қорғайды. Кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, арнайы жабдықтардың қажеттілігі. Вакуумдық қаптама жасау үшін арнайы жабдықтар қажет етіледі. Қымбаттығы. Қаптаманың дизайны өнімнің визуалды тартымдылығын, сапасын және де пайдаланушыға ыңғайлылығын анықтайтын маңызды аспекттердің бірі болып табылады. Ет және ет өнімдеріне арналған қаптамалардың дизайны тұтынушының назарын аударады. Өнімнің сенімділігі мен сапасын көрсетеді және де дұрыс сақтау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қаптаманың дизайн ерекшеліктері мыналар. Түстер мен графиктер. Түстердің әсері және графикалық элементтер. Түстердің әсеріне тоқталатын болсақ, көптеген жерлерде жаңағындай түс арқылы адамның көзқарасын өзгертуге болады. Қызыл түстер көбіне жаңағындай ет өнімдерінде болса, жасыл түстер ол бізде органикалық өнімдерде болады. Және де графикалық элементтер. Қаптама дизайнда логотиптер, суреттер, пиктограммалар және де тағы басқа графиктер элементтерін қолдану арқылы өнімнің тартымдылығын арттыруға болады. Қаптама пішіндер мен өлшемдер. Функционалды пішін. Қаптама пішін тек эстетикалық мақсаттарда ғана емес, сонымен қатар оларды қолдануға ыңғайлы болуы керек болады. Мысалы, ет өнімдеріне сақтау және де тасымалдау жеңіл болатындай пішіндер таңдалады. Өнімнің этикеткалары мен логотиптер. Логотип пен бренд. Қаптаманың дизайнында брендтің логотипі мен атауы көрініп тұруы керек. Бұл тұтынушы үшін сенім береді және де брендтің танымалдылығын арттырады. Этикетканың ерекшеліктері. Этикеткалар өнім туралы нақты мәліметтер және де арнайы белгілер болуы қажет. Мысалы, органикалық өнім, глютенсіз, халал, диеталық және де белгілі бір басқа да тұтынушылардың әсері болуы мүмкін. Экологиялық дизайн. Қайта өңделетін материалдар. Экологиялық таза материалдардың қолдану қаптама дизайнының маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта тұтынушылар табиғи және де қайта өңдеуге болатын материалдардан жасалған қаптамалар бағалайды. Инновациялар мен тенденциялар. Технологиялық инновациялар. Жаңа технологиялар, мысалы, өнімнің жаңа қасиеттерін көрсету үшін интерактивті элементтер қолданылады. Минималистік дизайн. Қазіргі уақытта минималистік дизайн трендте өте танымал. Бұндай ақпараттар артық элементсіз, тек қана нақты ақпараттар. Қорытындылай келеді. Қаптаманың дизайны тек эстетикалық қана емес, функционалды және де экологиялық талаптарға да сәйкес болу керек. Қаптаманың жақсы дизайны тұтынушының назарын аударып, оның сатып алу шешіміне әсер етеді. Сонымен қатар өнімнің сатылуын тасымалдау және де тұтынушыға қолайлылық қамтамасыз етеді. Бүгінгі назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесіде кездескенше.